Абайдың 15-ші қара сөзі. Осы мен ақылды адам мен ақылсыз адамның арасындағы бір парқынды көрдім. Мысалы, ақылды адамды мысал ретінде айтайық. Ақылды адам кішкентай кезінен орынды нәрсеге құмарланып, әйтеуір құлақ жейді екен. Құлақ жегенде ол адамның миын ашытып, әр нәрсені сұрай береді екен. Мысалы, ол неге бүйтеді, неге ол не, бұл не деген сұрақтарды өте көп қояды. Сондықтан да ақылды адам өскенде ақылды болып, барлық нәрсенің өзінің үнемделігін орын біледі. Ал ақылсыз адам кішкентай кезінен орынсыз нәрсеге, яғни бағасыз, құмарсыз, өзіне керексіз, бағасыз, сондай заттарға қызығып, әйтеуір өзі ойына келгенді соны ақыл деп ойлайды екен. Мысалы, біз затты тауып аламыз. Сол кезде ақылды адам оны адамнан сұрайды, бұл не деп. Ал ақылсыз адам бұл нандай шығар деп ойлап, әйтеуір соны нандай деп атап өз ойынша жүре береді. Сонда бұл біздің қазақтың ақылсыздығы ма?